Европада оқыту жүйесі ең озық ел Финляндия. Таңғаларлығы сол, бұл мемлекетте жекеменшік мектеп жоқ. Және олардың бәрі оқушыларды дәстүрлі түрде сыныпқа бөлу ережесінен бас тартқан. Сонымен қатар, Финляндияда балалар мектепте небәрі 9 жыл ғана білім алады. Оның алғашқы 6 жылында оқушыларды бір мұғалім ғана оқытады. 7-ші сыныптан бастап әр пән бойынша жеке оқытушы сабақ береді. Сонымен Финляндия мектептерінің құпиясы қандай? Үздік танылуының сыры неде? Бұның бір себебі үй тапсырмасы жоқ. Тағы да бір құпиясы дербестік, яғни тұлға ретінде өз-өзіне ерте қалыптастыруы. Финдердің пайымдауынша мектепте бала ең басты нәрсені үйренуі керек, өзінің жарқын болашағын қалыптастыра алуды. Дербес ойлануға, өзіне, өміріне қажет білімді өз еңбегімен жиюға үйретеді. Тағы бір ескертетіні, 1-3 сыныптарда баланың сабақ үлгеріміне ешқандай баға қойылмайды. Мейлі жақсы оқысын, мейлі жаман оқысын. Сабақ кезінде оқушылар партада отыруға міндетті емес. Фин мектептерінде жерге кілемдер төселген. Диванда, креслода немесе өзі қалаған орында отыруға құқы бар. Бірыңғай мектеп формасы жоқ. Әркім қалаған киімін киеді. Тек мектептің ішінде сыртқы аяқ киім ауыстыруы тиіс. Төменгі сыныптың оқушылары көбіне жалаң аяқ жүгіріп жүреді. Күн райы жылы кезде барлық сабақтар таза ауада, табиғат аясында өтеді. Ал сабақ сыныпта өткізілгенде күн салқын болса да, ұстаздар үзіліс кезінде балаларды сыртқа шығаруға міндетті. Оқушыға үй тапсырмасы берілмейді. Финдердің түсінігінше балалар демалуы тиіс. Үйде сабақ қарағаннан гөрі баланың әке-шешесімен бірге мұражайға, бассейнге немесе бірге табиғат аясында серуендеуі әлде қайда пайдалы деп санайды.